Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет рецептпен бөліскім келіп тұр. Бұл пицца 5 минутта дайын болады. Шынымен де 5 минутта және де табада унсыз дайындалады. Ұзақ қамырды илеп қажет емес, оп-оңай және де тез дайындалады. Арнама тіркеліп, видеома лайк басып қойыңыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыз. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Сұлы жарнасын мен блендерден өткізіп алдым. Өткізбей жасасаңыз да болады, яғни овсянка деп атаймыз көбінесе. Соның үстіне 2 жұмыртқа, шым-шым тұз, 2 ас қасық сүт қосамын, жақсылап араластырамын. Енді орташа отта табаға май жағып қыздырамын. Қызған соң астын басып, баяу отқа қоямыз. Жаңағы дайындап алған қамырын саламыз, бетін жақсылап тегістеп жаймалаймыз. Асты піскенше кетчуп пен майонезден болмаса қаймақ қосып араластырып аламын. Және де көкөністерді турап, ірімшікті үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Ақырын шетінен піскен-піспегенін көріп, піссе екінші бетіне ауыстырып, соусын жағамын. Қызанақ, қияр, қалауынша болгарышын қосып, ірімшігін сеуіп, қақпағын жауып, ірімшігі ерігенше қоямыз. Мінекей, уәде еткендей небәрі 5 минутта пиццамыз дайын болды. Мен көбіне бұны балаларға таңғы асқа кашаның орнына жасап беремін. Тез әрі оңай, ең бастысы балалар бұны сүйіп жейді, әрі өте пайдалы. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім.